Басқа киімің бар ма? Менде ма? Я, бар. Бар, ауыстырып келші. Бір түрлі ыңғайсыз көрінеді маған. Шынымен ауыстырып келейін ба? Көмектесіңдерші. Йонджи шынымен жарады негізі. Иә, келісемін. Еңбек етеді үнемі. Біз сөйлесіп отырмыз, шыға тұрасың ба, ренжімесең? Йонджи ханым. Йонджи, кел ойнайық. Йонджи, ойнайық. Дайынсыздар ма? Неге? Бүгін тоқтамай ішеміз. Сол үшін дайынсыздар ма? Бірін алып келейік, онда кешіріңіз. Жоқ, мен есікті ашайын. Вау, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сау болыңыз. Жоғар шығыңыздар, кіріңіздер. Келіңіздер. Йонджи. Сәлеметсіздер ме? Йонджи. Осылай сәнденгенің бірінші рет емес пе? Дұрыс, солай ғой. Бірінші рет. Сәлеметсіз бе? Сәлем бердік. Бұл бізден сыйлық. Бұл не? Қытайдың арағы. Бүгін ішпей қой. Неге? Бүгін ішейікті. Бірінші жайғасыңыздар. Қош келдіңіздер. Көңіл көтеру кешіне қош келдіңіздер. Отырыңыздар. Осындай жерге көшіп кеткенсің бе? Бұл әжемнің үйі. Иә, әжесінің үйі ғой. Шын ба? Жаңа шығарылымдарды көрмедің бе не? Көрдім. Енді неге білмейсің? Әзілдеп отырмын ғой. Тіпті сыйлық дайындап келіпсіздер. Алдыңғы жылы болған соң сатып алып едім. Сондықтан бұл шектеулі шығарылым. Рас па? Енді шығарылмай ма? Енді 11-12 жылдан кейін шығатын шығар. Мә, онда бұны ішуге бола ма? Иә, енді ішуге арналған емес пе? Бұл не, кәуап? Қойдан кәуап бар ма мына жерде? Иә, мына жерде сыйлық тұр, қара. Қойдан кәуап бар. Онда мынаны міндетті түрде ішу керек. Маған қара, жаймай көрініп тұрмын ба не? Қалай болып тұрмын? Керемет болып тұрсың. Иә, сексимін. Сәнді. Орын ауыстырғыларың келе ме? Жоқ, күшті отырмыз. Сен осы жерде отыру керексің. Мен шынымды айтайын ба? Бүгін мүлде қобалжып отырған жоқпын. Неге? Өйткені сендерді бір ай бұрын көрдім ғой. Иә, бізбен кешкі аста болған. Бірақ кешкі астарда көп болғанымен диетпен мүлде сөйлескен емеспіз негізі. Иә, рас. Дегенмен сол күні күшті диджей болдың. Маған ұнайтын өлеңдерді қойдың ғой. Қосылып айтып отырдым. Сол күні өлең қаншалықты қатты шығып тұрса да, Йонджидің бар айқайы естіліп тұрды ғой. Йонджи, бүгін бізде қандай тақырып деп сұрасам болады ма? Бүгінгі тақырып көңіл көтеру. Жоқ, сенің киіміңді айтам. Соны айтам. Жоқ, енді кеш болады деп ертерек айтылу керек емес пе? Мен шешімді кеше қабылдадым. Ешкімнен сұрамай, сол үшін мынаны дайындадым. Бұны қайда тағамын? Өзің біл. Кішкене жамбасыңды жылыстасың ба? Мынау маған ба? Иә. Окей. Міне осындай вайппен бүгін кеш өткіземіз. Енді маса шақпайтын болды. Жақсы болды, әйтпесе соңғы кездері маса қаптап кетті ғой. Иә, соны айтам мен де. Мен әлден біраз ішіп алдым. Қанша? Жарты бөлкедей. Жарты бөлке? Иә, солай. Әдетте сіз қанша ішесіз? Мен суджуды ішпеймін. Себебі бар мекен? Жай мен суджу ішетін жігіттердің қатарынан емеспін. Маған көбіне виски өтеді мысалы. Виски деңіз. Иә. Онда қанша суджу іше алатыныңызды тексерейік. Жақсы, ұзақ уақыттан кейін алғаш ішуім суджуды. Мен де осылай жасатқым келген оған. Керемет. Үнемі топпен кешкі аста отырғанда бір жұтым жасап, ішпеймін деп қоя салады. Мен оны масайтқым келеді деген сөз емес. Бірақ кейде ішіп алған кезде адаммен бетпе-бет отырып сырласқым келеді ғой. Иә. Өз басым сондайды ұнатамын мысалы. Ал бұл жоқ, мен ішпеймін, ес біліп сөйлесе берекші дейді. Мен мас болмай-ақ сондай терең әңгіме айтқанды ұнатамын. Бірақ мас болып сұрақтардың ба? Ақтырған жоқсың ғой. Дұрыс па? Бүгін көрейік. Алдын ала ішпей келдіңіз ғой, иә? Жарайды, қобалжып жарты бөтел кешкенім бар. Сіздердің болмыстарыңыз өзім елестеткендей екен. Қалай? Иә, қалай елестеттің? Екеуіңіз де көңіл көтеретін оппасыздар. Тек біреуі экстраверт күйінде, ал біреуі интроверт күйінде. Маған осылай көрінді. Сонда бар ойың біз көңіл көтеретін оппамыз, иә? Иә, солай сияқты. Құры. Жоқ, айтайын дегенім, сырт көзге билейтін оппа және диджей оппа ретінде көрінесіздер. Кішкене ашып айтсаң, мен болсам мынандай түсіндіру күтіп отырмын ғой. Оппа осылай жасап жатқанда өте қамқор, бірақ соған қарамастан күшті көңіл де көтере алады деген сияқты. Бірақ оның орнына көңіл көтеретін оппа. Бұныңа енді ренжідім. Жарайды, бұл интроверт, ал мен экстравертпін. Су бар мекен? Жақсы, су берейін. Жалаң аяқ жүрсің ба, Йонджи? Иә.
Бәсе, жерде шөлп-шөлп басқаның естіліп жатыр. Зейт, ұмытып кетіппін ғой. Су тура жаныңызда тұр. Шынымен тұр екен ғой. Онда мен судан бастаймын. Неге? Мен соншалықты дайындалып қойған шөлдеп тұрмын өйткені. Жақсы. Тоқтаусыз 2 сағат қанша іше алатыныңызды көрейік. Бірақ 2 стакан ғана бар ғой. 1 минут ішу керек екен ғой. Түсірілім басында үнемі осындай ма бұл? Сабыр, саспашы. Бәрі дұрыс. Бірақ мен үнемі Савентен келген кезде есімді жоғалтатыным бар. Бұл жерде тек қана соджу бар ғой, дұрыс па? Иә, неге? Әлсіздеу сияқты ма? Жай сияқты маған. Әлде вискиға үйреніп қалғаннан ба? Осындай адамдарға шыдай алмаймын ше? Неге шыдай алмайсың? Шыдай тұр кішкене. Диджей болатын затты алып келмегенсіз бе? Бүгін кеш қой. Шынымен бе? Бірақ бізге ештеңе деп айтпады ғой алдын ала. Алдын ала сұхбат алмады ма сонда? Сол ғой. Алды менен алмады. Жазбаша түрде алды менен. Менен ше? Иә, менен де алды. Сөйлескіңіз келетін тақырып бар ма дегенде мен жоқ деп жазып жібердім ғой деймін, иә? Гонча. Маған мүлде айтар ештеңеңіз жоқ па сонда? Йоңджи майлық бар ма? Йоңджи қағаз майлық бар ма? Йоңджи. Мынау не? Мынау қолғап емес пе? Не болса да сүрте беріңізші. Қолғаппен бе? Бәрі дұрыс.